оқушылар. Ассалаумағалейкум. Оқушылар, 1 декабрь елімізде қандай байрам? Дұрыс, Қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі берілген күн. Қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі қашан беріліп еді? 1989 жылы 1 декабрьде Қарақалпақ тілі өзінің мемлекеттік тіл билігіне ие болды, иә? Қазір биыл оған неше жыл толып жатырыпты? 33 жыл толып жатырыпты. Бүгінгі сабағымыз осы 1 декабрь Қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі берілген күн мünәсебетіне бағышталып, мәртебең бәлем болсын ана тілім деген темада болады. Бүгінгі сабаққа сіздерге бір қызықты видеоролик таярлап келдім. Оны біздің осы мектептің сіздердей әкуай оқушыларымен бірге таярладық. Бұл видеороликтің ішінде Қарақалпақ тілінде бар бола тұрып басқа тілдерден кіріп келген сөздерді пайдалану, өзіміздің бар тіл имканиятларымыздан пайдаланбай, басқа тілдерден кіріп келген сөздерді қолдану жағдайларын осы видеороликте сәулелендіргенбіз. Қазір біргелікте мониторға қараймыз, һәм тиісті жұмақты шығарамыз. Мониторға қараңыз. Сен туарсаң ақылдыдан, сұлудыдан, батырдыдан, халық деп сенің атыңды да кім қойса да дана қойдан. Сен туарсаң ақылдыдан, Оқушылар, мұнда Болыспаева бүгінгі үйге тапсырманы жақсы оқып, өзлестіріп келген, теманы жақсы айтып берді. Енді Болыспаеваға өтілгендер бойынша, күні кеше өткен темамыз бойынша сұрауларыңыз болса, берсеңіз болады. Яқпаева, сұрау бер. Қарақалпақ әдебиятында Ибраим Юсуповпенен қайсы шайыр теңдес болған? Ибраим Юсуповпенен келіп берген Қайыпбергенов екеуі де бір жылда туылған. 1929 жылда Ибраим Юсупов 2008 жылы дүниядан өткен. Ал Төлепберген Қайыпбергенов есе 2010 жылы дүниядан өткен. Мұғалім звонокқа неше минут қалды? Азамат, жас болдың ба? Мен уже жас болдым. Оқушылар, өздеріңіздің хабарыңыз бар, 1 декабрь Қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі берілген күн жақындап келатыр. Ертең осы бойынша мектепте ана тілі байрамы болып өтеді. Мұғалім, ертеңгі тәдбірге дұтар жетіп қатынасамын ба? Хау, қазір бізді бірінші болып шығамыз ба сахнаға? Алла, қазір бізге шығамыз, бұған дейін бір таярланып қалады. Мен қатты хаяжанланып қалдым. Оқушылар, мұнда видеороликті тамашаладыңыз. Өзіміздің мектептің оқушылар тарапынан істеп шығарылған видеоролик. Ал енді сіздер осы роликті тамашалау арқылы нені түсініп жеттіңіз? Қане, Эльмира? Мен өзім өзіміздің тіліміздегі сөздерден пайдалануымыз керек екенін түсініп жеттім. Бәрекелді. Және кім қандай жұмаққа келді? Шынбергенова? Ана тіліміздің қаншалықты бай екенін түсініп жеттім. Бәрекелді. Қоларда сенде қандай пікір бар? Мұғалім, біздер бұл тілімізді келешекке жеткізіп беретін көпір боламыз. Ал бұл тіл Қарақалпақ тілімізден пайдаланбасақ, бұл тіл уақыттың өтуіменен жоғалып кетуі мүмкін. Дұрыс айтады қоларда. Демек, сіз һәм біз, яғни Қарақалпақ миллетінің уәкілдері осы ана тілімізді, Қарақалпақ тілін келешек әулетқа жеткізушілер екенбіз. Егер сіз бенен біз өзіміздің сөзімізді пайдаланбасақ, келешекте ол сөз не болып кетеді? Жоғалып кетеді. Ықтималы бар екен.
Оқушылар онда сабақты жұмақлаймыз. Енді звонок емес, не деп айтамыз?